Баршаңызға сәлем. Ықылас жүректің шамы. Ықыластың күші жүректен шыққан іс берекелі. Ықылас жүректің шамы. Адамның қолынан келетін әр ісінің қадірі бар, бірақ сол істің шын мағынасы оны қандай ниетпен орындағанында. Ниет түзу болса, іс түзеледі, ықылас болса, береке болады. Абайдана адамшылықтың алты махаббат, ғаделет, сезім деп жүректің рөлін айқын көрсетеді. Сондықтан ықылас адамның ішкі тазалығын, шынайылығын білдіретін ең үлкен қасиет. Бірінші, ықылас істің жүрегі. Қандай іс жасасаң да, оған ықылас қоспаса, ол бос әрекет. Ықылас қоссаң, жай қадам да берекеге айналады. Адамның ең үлкен күші шын ниетімен жасаған ісі. Істі міндет үшін істеу шаршатады, істі біреуге көрсету үшін істеу жалықтырады. Ал ықыласпен істеу қуат береді, қуантады. Ол қарапайым әрекетті де құнды етеді. Бір сәттік қимыл егер жүректен шықса, үлкен жақсылыққа айналады. Абай талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой дейді. Бұл сөздің өзегі ықылас. Талап та, еңбек те, терең ой да жүректен шыққанда ғана шынайы болады. Ықылас еңбектің жанын оятатын күш. Ықыласпен жасалған қадам жеңіл әрі берекелі. Екінші, ықылас бар жерде береке болады. Асығыс, ниетсіз, ынтасыз істелген іс берекесіз. Мұндай әрекет адамның күшін азайтады, көңілін түсіреді. Ал жүректен шыққан іс қабат-қабат береке әкеледі. Ықыласпен жасалған аз ғана іс көп істелген үлкен жұмыстан да қадірлі. Абай бақпен асқан патшадан меймен асқан қара артық дейді. Ақылмен, жүрекпен істеген іс нәтиже береді. Ықыласпен жасалған еңбек берекенің бастауы. Үшінші, жүректі адамды әдемі ететін ол ықылас. Адамды көркейтетін киімі емес, сөзі емес, байлығы емес, оны көркем ететін ықыласы. Қол ұшын созғанда, кеңес бергенде, сөйлегенде, үйренгенде бәрінің құны ықыласта. Ықыласты адам жасаған ісімен де, мінезімен де, сөзінің жылуымен де ерекшеленеді. Оның әр әрекеті сенімді, әр сөзі салмақты. Жылы сөз, мейірім, көмектесу бәрі шынайылықпен жасалғанда ғана жүрекке жетеді. Абай жүрек теңіз, қызықтың бәрі асыл тас деген. Ықылас сол теңіздің тереңінен тамыр тартады. Сондықтан ықыласы бар адамның мінезі де, сөзі де, ісі де көркем. Төртінші, ықылас жасырын байлық. Ықыласты ұстап көрмейсің, бірақ оның жемісін көресің. Ол көзге көрінбейді, қолмен ұстай алмайсың, бірақ оның әсері үлкен. Ықылассыз үйренген білім жаттанды, ықылассыз жасалған еңбек шаршатады, ықылассыз айтылған сөз жүрекке жетпейді. Абай ғылым таппай мақтанба, құмарланып шаттанба дейді. Ғылымда, өнерде, білімде ықылассыз, құнсыз болмақ. Ал ықыласпен жасалған кез келген іс жүректерге жарық түсіреді. Бұл адамның ең құнды байлығы. Бесінші, әр істі ықыласпен баста. Жүрекке салмақ салмай,
Істі шынайы ниетпен бастау ең дұрыс жол. Абайдың жақсы сөзі бар. Ниетің түзу болса, сенің әппақ, екі елі аузыңа қойсаң қақпақ, сабыр өсек дегенді сырттай жүріп, ғылым өнер мал таппақ, жұртқа жақпақ. Бұл сөздер ықыластың алтын кілті. Ниетің дұрыс болса, жолың да дұрыс болады. Тіпті ең қиын істе оңай көрінеді. Өйткені ықылас жүрекке сабыр, санаға күш, әрекетке қуат береді. Жақсылықты міндет үшін емес, шын ниетпен жаса. Сонда жасаған ісің қуатқа толы болады. Өзіңе де, өзгеге де пайда келеді. 6. Ықылас көркем мінездің негізі. Ықыласы бар адам сабырлы, байсалды, мейірімді, өйткені ол жүрекпен әрекет етеді. Ол өміріне риза, адамның көңілін түсінетін, әр іске байыппен қарайтын жан. Көркем мінез адамды сыйлы етеді, сыйлы адам әр жерде қадірлі. Абай адам баласын сүй, адамдықтың белгісі дейді. Адамды сүю ықыластың ең жоғарғы түрі. Ықыласпен жасалған әр әрекет мінезді көркем етеді. 7. Ықыласпен жасалған аз іс көп істен артық. Көрсету үшін жасалған 100 іс бағасыз, жүректен шыққан бір іс 1000 іспен тең. Сапа ықыласта. Абай әр істің басы ниет дейді. Ниетсіз көп іс бос, ықыласпен жасалған бір іс берекелі. Жүректен шыққан аз ғана амал үлкен өзгеріс береді. Ал ниетсіз жасалған көп іс уақытты да, энергияны да босқа алады. Ықылас істің мәнін арттырады. Мәні бар іс өмірді өзгертеді. Біреуге көмектескенде де, үйренгенде де, армандағанда да ықылас қоссаң, бәрі өзгеше жүреді. Қорытынды, ықылас өмірді жарық қылатын күш. Ықылас жүректің жарығы, адамның ішкі байлығы, әр істің нұры. Ықыласпен істелген іс нәтижелі, ықыласпен айтылған сөз әсерлі, ықыласпен жасалған жақсылық мәңгі. Абай, толық адам болам десең, жүрегің таза болсын дейді. Таза жүректің белгісі ықылас. Әр ісіңді ықыласпен бастасаң, жолың жеңіл. Ықыласпен жалғастырсаң, береке мол. Ықыласпен аяқтасаң, өмірің нұрлы. Адамның тазарған жүрегі мен шын ниеті кез келген істі берекелі етеді. Жүрегің таза, ниетің дұрыс болса, жолың ашылады, тәуекелің жеңілдейді, еңбегің жемісті болады. Ықыласпен жаса, сонда әр күнің мағыналы, әр қадамың берекелі, әр нәтижең қуанышқа тола болады. Бейнебаянымыз ұнаса, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп, тіркеле кетіңіз. Сау болыңыз.